Басқа да бүкіл спорт. Барша қазақ еліне үлкен алғысымды, рахметімді айтам. Және еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауының арқасында спортқа деген және мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмектің арқасында, сенімнің арқасында Аллаға шүкір бүгін міне тарихи сәт елімізде жақсылық атамыздан кейінгі екінші қазақтың шыққаны. Мен осы спорт жолында көптеген еңбек еттім, терімді төктім. Осы арманыма қол жету үшін барымды салдым. Бұл оңай келген жоқ. Көптеген ағаларымызға рахметімді айтам. Үлкен алғысымды білдірем. Бүгінгі жеңіспен, бүгінгі эмоцияға толы жеңістермен бүгін қазақ елін қуаттым деп ойлаймын. Жайдан жай келген жоқпыз. Алла тағдырымызға жазған екен. Бізді тағдырға жазылған нәрсені ешкім тартып ала алмайды. Жоқ болса ешкім әкеп бере алмайды. Сондықтан да мен осы ұстаныммен еңбек еттім. Осы жолмен көп терімді төктім. Ата-анама, жаным, әкетай, анашым, сенімдеріңізді ақтадым. Алла көріп тұр барлық нәрсені. Алла разы болсын сіздерге. Жақсы көрем жан тәніммен спорттық өмірдегі арманым. Жақсылық атадан кейінгі шыққан, Қазақтан шыққан олимпиада чемпионы күрес түрлерінен бірінші болып шықсам екен деген арманмен еңбек еттік. Құдайға шүкір бірге жеттік. Бұл жеңіс сіздердікі. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Алтай енді олимпиадашыларға біраз тілек айтты, сенің жеңісті жолында болады. Бұл дзюдо ойындары әр олимпиада ойындарында бірінші басталады. Алдыңғы олимпиада тек қана үшінші орын болып қалған. Сондықтан да биыл енді алтынмен бастағанымызға қуаныштымын. Осы жолды ары қарай спортшы, біздің еліміздің атына шығатын спортшыларға жалғасын таба берсін деген тілектемін. Аман болсын, жеңісті күндерім көп болсын. Және менің жеке бапкерім, жаным, ағайыма Алла разы болсын. Рахмет. Атап шықтық. Солар жүлдесі қалып 20 жігіт еліне құралақан оралса 4-еуі міне жеңіс тұғырына қазір көтеріледі. Солардың көшін Елдос Сметовтың бастауы әрине біз үшін үлкен мақтаныш, үлкен абырой. Қазір жігіттер шығатын болады. Қандай біз қолданғанын түрік балуаны ұтып өткен сәті Гарригостың әлем чемпионы Сандалашвилиді сүріндірген сәті. Және мен Елдос Сметовтың айқасы қазір бізге көрсетуге тиіс. Жарайсың дейміз Елдос. Адамды және 32 жасында Париж олимпиадасының жеңімпаз атанған Елдос Сметов қазір жеңіс тұғырына көтеріледі. Марапаттау рәсімі 60 кг салмақ дәрежесіндегі тарихи сәттің куәсі болуға барлығыңызды шақырамыз. Осы сәтте тілеп қалыңыздар, өз балаларымызға, өз ұлдарымызға, қыздарымызға осындай жақсы, жарқын жетістіктерді нәсіп етсін деп, осы жолда еңбек етіп жүрген талай әке мен ананың қуанышы болатын ұлдар, осы сәттерді көбірек тілеп қалыңыздар. Себебі біз білеміз ғой, 1980 жылы Серік Қонақбаев олимпиаданың күмісін таққан кезде көрші елдің спортшылары, аналары менің де ұлым осындай болса екен деп тілеп еді ғой. Сол ұлдарда Айдаспанға шығарып, бүкіл Ресейдің үздік спортшысы болды, алтын баласы болды. Константин Дзюшкада. Қазақтың ұлдары әлемге әйгілі болсын, осылай жүзін бұрып,
болсын, бүкіл әлем қазақтың ұлдарына теңелсін. Мына Елдос Сметовтың жеңісіне байланысты Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желі арқылы Елдос Сметовты осы Париж Олимпиадасының қаһарманын, Қазақстан дзюдо тарихындағы тұңғыш Олимпиада чемпионын құттықтады, арнайы құттықтау хатын жолдады. Өте тамаша, өте керемет. Елбасы мемлекет басшысы осылай қолдап жатса, әрине спортшылардың шегінуге жол жоқ. Аренаға бет алған үздіктерді көріп келе жатсыздар. Кіл мықтылардың ішінен суырылып шыққан шын мықтылар, соның дәл ортасында екі жұдырығын түйіп, екі алақанын бүкіл көрерменге көрсеткен Елдос Сметов. Елдос Сметов өте керемет еді. Не айтсақ та жарасады. Қазақтың еркеулі Елдос, елдің досы, Елдосымыз. Батушик Батболт халықаралық Олимпиада комитетінің мүшесі, қызметкері, қазір 60 кг салмақ дәрежесіндегі спортшыларды марапаттайды. Лиса Алар, халықаралық дзюдо федерациясының генеральный секретары, хатшысы. Франциско Галигос қола медаль. Қола медаль. Оның қандай испаниялықтардың бұған дейін қол жеткізгенін жүлдесін айтты. Ол француздардың 7-ші жүлдесі Олимпиада ойындарындағы. 3 алтын, 1 күміс, 3 қола болды. Ал тайпейліктердің бұл 2-ші жүлдесі. Бұған дейін Юн Вэй Ян жеңіп алған болатын 60 кило салмақта Токио Олимпиадасында. Міне. Ян. Отылып өкінішке қарай ол Жапониялық міне. Балуан қазір Руиджи Накаяма. Енді жапониялықтарды біз айтты ғой, қайталап жатудың қажеті жоқ, олардың жеңіп алған жүлделерімен ешбір мемлекет теңесе алмайды деп. Жапония және Испания қола медаль. Руиджи Накаяманы Олимпиада чемпионы болады деп мамандар айтып еді, бірақ әйттің басы басқа жаққа айтылды. Бүгін қазақ халқының дәуірлеген күні, қазақ спортының жаңа бір толқыны, жаңа бір сатыға шыққан кезі. Күміс жүлдегер Лука Мхейдзе, Франция. Францияның намысын қорғап жүрген грузин жігіті. Ал құрметті көрермен, көк ту астына жиналған қазақ халқы, мінекей, бүгінгі күннің батыры 60 килограмм салмақ дәрежесіне алдына жан салмаған өзінің жеке қоржынын күміспен, қоламен, сондай-ақ алтынмен көтерген Елдос Сметов пьедестал төрінде көтерілді. Алтын медаль қазақ еліне келетін болды. Құрметті қазақ халқы, мінекей. Құтты болсын, жарайсың Елдос. Толық жүлде жиынтығы бар. Қола да бар, күміс те бар, алтын да бар. 3 рет Олимпиада ойындарында, 3 рет әлем чемпионатында жеңіс тұғырына көтерілген балуан. Бұған дейін біз айтты, Қазақстан спорт тарихында ең көп жүлде алған ол тәуелсіз Қазақстанның Ольга Рыпакова болған. 3 жүлдесі бар, міне енді Елдос Сметов. Дәл сондай нәтижеге қол жеткізіп отыр. Ең бастысы Қазақстан дзюдоның тарихының жаңа бетін ашты. Елдос Сметов құрметіне қазақ елінің әнұраты шырқады. Франция елінде Қазақстан елінің мемлекеттік гимні.
Тарихи сәт мінекей, елдос туды биікке шығарып қазақтың әнұранын әлем жұртшылығының алдында паш етіп, міне туды биік ұстап келген оғланымыз елдос қандай керемет мінекей. Қараңызшы, бауырмашылдығы айналасында түгендеп келіңдер. Бірге биік деңгейде түсейік деп тұрған елдос. Бүгін әлем Қазақстан деп жазуда. Бүкіл дзюдошылар енді елдостың жүрген жолы білесіздер. Сонау 2010 жылы әлем чемпионатын жастар арасында өткеннен бүгін 2024 жыл 14 жыл әлемдік деңгейде нәтиже көрсетіп келе жатқан спортшымыз бүгін бүкіл әлемді қазақ халқының назарына бұрғызды. Мынау спортшылардың селфиі ертең тарихқа айналатын сәт. Керемет құттықтаймыз, бүкіл қазақ халқын құттықтаймыз. Дзюдошы қауымды құттықтаймыз, осы жолда еңбек еткен бапкерлерді, спорт қызметкерлерін, мамандарды. Жамбыл облысын ерекше атап кетейік мінекей. Елдостай ұлы бар Жамбыл облысы қазір әрбір шаңырақта осылай қуанышты сәт болып жатыр. Жамбыл облысының спорт басқарма басшысын құттықтаймыз. Спорт комитетін, спорт ұлттық олимпиада комитетін, барлығын. Бүкіл елдос үшін тілектес болған ақ жаулықты аналар, ақ самайлы, ақ сақалды аталар, жас балалар, бүкіл тілектес болған әрбір саланың адамдарын, мамандарын баршаңызға ел атынан, дзюдошылар атынан алғыс айтамыз. Істеріңіз өрге домаласын. Дәл осылай еліміздің ұлдары өрге шапсын, биіктен көрінсін. Әрдайым қазақ халқының туы биікте желбіресін деп тілейміз.